сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары? Бүгін сендермен қатынас және пропорция тарауы бойынша берілген қатынаста бөлу тақырыбының 27-46 есептерін қарастыратын боламыз. Берілген 27 есепте мыс пен мырыштан даярланған құйманың массасы 720 грамм дейді. Құйма құрамында мыстың массасының мырыштың массасына қатынасы 7 бөлінген 5 қатынасындай. Құйма құрамында неше грамм мыс және неше грамм мырыш бар екенін табуымыз керек. Енді бұл жерде жалпы құйманың массасы 720 грамм болса, мыстың мырышқа қатынасы 7-нің 5-ке қатынасындай деп тұр ғой есептің шарты бойынша. Мыстың массасын бөлек табуымыз керек и мырыштың массасын бөлек табуымыз керек. Ол үшін не істейміз? Бізде қатынасымыз 7 бөлінген 5 қой, 7х қосылған 5х дейміз де 720-ға теңестіреміз. Сонда 720-ны 12-ке бөлетін болсақ, бізде болады 60. Енді 7-ге және 5-ке әрқайсысына осы 60-ты х-тің орнына қойып көбейтіп шығамыз. 7-ге 60-ты көбейтетін болсақ 420 грамм. Яғни бұл мыстың массасы және мырыштың массасы 5 көбейтілген 60 болады. Сонда 300 грамм екен. Жауабы мыстың массасы 420 грамм және мырыштың массасы 300 грамм екен. Келесі 28 есепте қоспадағы алтын мен күмістің массаларының қатынасы 5 бөлінген 3 қатынасындай. Енді бірінші есепте 16 грамм қоспада қанша алтын бар және 56 грамм қоспада қанша күміс бар дейді. Біз берілген қатынаста бөлу үшін мына ережені ұстануымыз керек. Бұл жерде ереже бойынша бірінші берілген қатынастың мүшелерінің қосындысын табуымыз керек. Одан кейін санды табылған қосындыға бөлуіміз керек. Үшінші шыққан нәтижені қатынас мүшелерінің әрқайсына жеке-жеке көбейтуіміз керек. Енді есептің шарты бойынша алтынның күміске қатынасы 5 бөлінген 3 дейді. Біріншісінде біз не істейміз? 5 бөлінген 3-ті тауып аламыз, қосып. Яғни берілген қатынас мүшелерінің қосындысын табу керек деген ережені пайдаланып 5-ке 3-ті қосамыз, сонда 8 болады. Екінші берілген, яғни санды табылған қосындыға бөлу керек. 16 граммда қанша алтын бар екен табуымыз керек қой бізде. Сонда 16-ны 8-ге бөлетін болсақ 2. Яғни бізде алтынның қатынасы бізде 5х, сол себепті 5-ті 2-ге көбейтеміз 10 грамм. Яғни 16 граммда 10 грамм алтын бар екен. Ал екіншісінде 56 граммда қанша күміс бар екен табу үшін 56-ны 8-ге бөлеміз. Сонда 7 шығады, 7-ні 3-ке көбейтеміз, 21 грамм күміс болады екен. Жалпы жауабы 10 грамм алтын және 21 грамм күміс екен. Келесі 29 есепте АОБ жазыңқы бұрышының О төбесінен ОД сәулесі жүргізілген дейді. ОД сәулесі 10 градустық өлшемдерінің қатынасы 5-те 4 қатынасындай. АОД және БОД бұрышына бөледі. АОД және БОД бұрышының градустық өлшемдерін табыңдар дейді. Енді бұл жерде жазыңқы бұрыш дегеніміз бізде 180 градус, АОБ бізде жазыңқы 180 градус болып тұр, яғни астындағы бөлік. Енді оның О төбесінен ОД сәулесі жүргізілген деп тұр. Ол ОД сәулесі берілген АОБ жазыңқы бұрышын 5 және 4, яғни бір жағында 5, екінші жағында 4х, яғни қатынасындай 2-ке бөледі деп тұр. Бір жағына 5х, екінші жағына 4х деп белгілейміз деген сөз ғой. Енді бұл жерде АОД және БОД-ның бұрыштарының градустық өлшемдерін табуымыз керек. Жалпы АОБ-ның градустық өлшемі 180 градус болса, АОД-ны БОД-ға бөлген кезде 5 бөлінген 4 қатынасындай дедік қой. Енді бізде бірінші амалымыз осы 5 бөлінген 4-ті, яғни қосып аламыз, 5-ке 4-ті қосамыз, сонда 9 ереже бойынша. Екінші 180 градусты осы 9-ға бөлеміз, сонда бізде 20 градус болады. Осы 20 градусты әрқайсысына көбейтеміз, қатынастардың әрқайсысына көбейтіп шығамыз. 5-ке көбейтсек 100 болады, және 20-ны 4-ке көбейтсек 80 градус болады. Мұндағы 100 градус дегеніміз АОД бұрышы, 80 градус дегеніміз БОД бұрышы болады. Жалпы жауабы 100 және 80 градус екен. Келесі 31 есепте тік төрт бұрыштың периметрі 42 см, оның ұзындығының еніне қатынасы 4 бөлінген 3 қатынасындай. Тік төрт бұрыштың ауданын табыңдар дейді. Бұл жерде периметрдің формуласын пайдаланамыз. Периметрдің формуласы ені мен ұзындығын қосып 2-ке көбейтеміз. Бұл жерде периметрдің өзінің өлшем бірлігі беріліп тұр ғой, 42 орнына қоямыз.
және ұзындық пен еннің қатынасы 4 пен 3 қой. 4х 3х деп аламыз да 12-ке көбейтеміз. Енді 2-ні 42-нің қасына бөлігіп өткізіп жібереміз, сонда 21 болады. 21-ді 7-ге бөлсек 3 болады. Осы 3-ті әрбір 4х-ке және 3х-ке көбейтіп шығамыз. Сонда ұзындық бізде 12 см, ені 9 см болады. Ал ауданды табу үшін осы 12 мен 9-ды көбейтеміз. Сонда бізде 108 см квадрат болады екен. Келесі 32-ші есепте қантты су ерітіндісіндегі судың массасының қанттың массасына қатынасы 17 бөлінген 3 қатынасында. Ондағы судың массасы қанттың массасынан 280 грамм артық. Қантты су ерітіндісінің массасы неше грамм дейді. Енді қантты су дегеніміз ол қанттан және судан тұрады. Бұл жерде судың қантқа қатынасы 17 бөлінген 3 қатынасындай. Себебі судың массасының қанттың массасына қатынасы деп есептің шарты бойынша беріліп тұр. Енді бұл жерде есептің шарты бойынша тағы да бір айта кететін мәселе, ондағы судың массасы қанттың массасынан 200 грамм артық деп тұр. Солай ма? Жалпы қантты судың массасы неше грамм екенін табуымыз керек. Ол үшін біз не істейміз? Бірінші 17 мен 3-ті қосамыз, сонда бізде 20 болады. Екінші есептің шарты бойынша 280 грамм артық деп тұр ғой. Сол үшін 17-тен 3-ті алып тастаймыз, 14 болады. 280-ді 14-ке бөлеміз, бізде 20 болады. Және 20 мен 20-ны көбейтсек, жалпы жауабы 400 грамм екен. Жалпы қантты судың массасы 400 грамм. Келесі 33-ші есепте Гүлназ ойлаған екі санның қатынасы 8 бөлінген 5 қатынасына тең. Егер осы сандардың қосындысы 39-ға тең, айырмасы 1,5-ке тең болса, Гүлназдың ойлаған сандарын табыңдар дейді. Бірінші 8х және 5х бізде қатынас. Оны 39-ға теңестіреміз, яғни қосындысы 39-ға тең деп тұр. 8 бен 5 қосылады 13 болады, 39 13-ке бөлетін болсақ 3 болады. Біріншісінде бірінші ойлаған санын табу үшін 8-ге 3-ті көбейтеміз, 24. Екіншісінде 5-ке көбейтеміз 3-ті, сонда 15 болады екен. Жалпы Гүлназдың ойлаған саны 24 және 15 сандар екен. Ал екіншісінде берілген сандардың айырмасы 1,5-ке тең деп тұр ғой. Яғни 8х-тен 5х алып тастаймыз да 1,5-ке теңестіреміз. 8-ден 5 тастасақ 3х, ол тең болады 1,5-ке. 1,5-ті 3-ке бөлсек 0,5. 8-ді 0,5-ке көбейтсек 4 және 5-ті 0,5-ке көбейтсек 2,5 екен. Сонда Гүлназдың ойлаған сандары 4 пенен 2,5. Жалпы жауабы біріншісінде 24 пен 15 санын ойлаған, екіншісінде 4 және 2,5 санын ойлап тұр. Келесі 34-ші есепте АБСД тік төртбұрышының ұзындығы 15 см, ені 8 см дейді. Суретте көрсетілген. Енді АБЕ үшбұрышы ауданының БСЕ үшбұрышы ауданына қатынасы 2 бөлінген 3 қатынасындай. АБЕ үшбұрышының ауданын, БСЕ үшбұрышының ауданын табыңдар дейді. Енді біз не істейміз? Бұл жерде бірінші берілген тік төртбұрыштың ауданын тауып аламыз. Тік төртбұрыштың ұзындығы мен ені беріліп тұр ғой, бізде 15 см және 8 см болып. Сол үшін 15 пен 8-ді көбейтеміз. Ол бізде 120 см болады. Енді екі үшбұрыштың жеке-жеке аудандарын табу үшін жалпы үшбұрыштың ауданын тауып аламыз. Ол дегеніміз 120-ны 2-ке бөлеміз. Сонда 60 см болып тұр. Бұл жерде формула төртбұрыштың ауданын табуда ұзындық пен енді көбейтіп тұрмыз, ал үшбұрыштың ауданын табуда осы ұзындық пен еннің көбейтіндісін 2-ке бөліп тұрмыз. Енді осы берілген қатынаста бөлу тақырыбының ережесі бойынша екі қатынасты қосу арқылы 5-ті алдық та 60-ты бізде үшбұрыштың ауданы 60 шықты ғой. 60-ты 5-ке бөлсек 12 болады. Ал 12-ні әрқайсына көбейтіп шығамыз. 2 мен 3-ке жеке-жеке, сонда 24 пен 36 см екен.
Келесі 35-ші есепте теплоходтың меншікті жылдамдығының ағыс жылдамдығына қатынасы 10 бөлінген бір қатынасындай. Теплоходтың меншікті жылдамдығы ағыс жылдамдығынан 24,3 км/сағат артық дейді. Теплоход ағыспен 3 сағатта қандай қашықтыққа барады? Бірінші біз қатынастарды азайтамыз, 10-нан 1-ді азайтамыз, 9 болады. Неліктен азайтып тұрмыз? Себебі теплоходтың меншікті жылдамдығы ағыс жылдамдығынан 24,3 км/сағат артық деп тұр, иә. Енді осы 9-ды біз 24,3-ке теңестіреміз. X-ті табу үшін 24,3-ті 9-ға бөлеміз. Сонда бізде 2,7 шығады, иә. Бұл шыққан 2,7 дегеніміз ағыстың жылдамдығы болып тұр. Ал енді меншікті жылдамдықты табу үшін пропорция құрастырамыз, е. Бұл жерде ағыс жылдамдығы 2,7-ні 10-ға көбейтсек, 27 км/сағат болып шығады, е, меншікті жылдамдық. Енді бізде нені сұрап тұр? Теплоход ағыспен 3 сағатта қандай қашықтыққа барады деп тұр. Ал енді бізде қашықтықты табу формуласы бойынша S тең V көбейтілген T ғой. V дегеніміз бізде жылдамдық, T дегеніміз уақыт. Енді бұл жерде ағыс жылдамдығы және меншікті жылдамдық екеуі беріліп тұр, е. Екеуін қосып 3-ке көбейтеміз, сонда 89,1 км. Келесі 36-ші есепте компьютерде теруші бірінші күні шығарманың 30%-ін, қалғанын екінші және үшінші күндері терді дейді. Оның екінші күні терген бет санының үшінші күні терген бет санына қатынасы 5 бөлінген 2 қатынасындай. Компьютерде теруші екінші күні үшінші күнге қарағанда 27 бет артық терді. Шығармада барлығы неше бет екенін табуымыз керек. Шешуі: жалпы бет санын 100% деп алатын болсақ, бірінші күні 30%-ын теріп тұр ғой, 30%-ды алып тастаймыз. Сонда бізде 70% қалады. 70%-ды екінші және үшінші күндері теріп тұр ғой ол. Енді бұл жерде X бір бөлігі болсын делге. Яғни бірінші күні терген бет саны. Бұл жерде бізде процентпен беріліп тұр ғой, 30% деп. Сол себепті ол да белгісіз. Енді екінші амал бізде 5 бөлінген 2 қатынасын аламыз. 5x қосылған 2x тең 70% деп аламыз, е. Неліктен 70%? Себебі бірінші күні 30%-ын теріп тұрды, ал 70% қалған 2 күнге қалып тұр, е. Сонда 5 пен 2 қосылып 7 болады. 70-ті 7-ге бөлетін болсақ 10% болады. Үшінші бізде осы 10%-ды 2 күндегі қатынасқа көбейт шығамыз, яғни 5 пен 2-ге. Сонда екінші күні ол 50%-ын терген, ал үшінші күні 20% теріп тұр. Төртінші, осы екеуінің айырмашылығын табамыз. Ол үшін 50-ден 20-ны алып тастаймыз, яғни 50%-ден 20% алып тастаймыз. Сонда 30%. Есептің шарты бойынша компьютерде теруші екінші күні үшінші күнге қарағанда 27 бет артық терді деп тұр ғой. Сол айырмашылығы бізде 30% болып тұр. Және 5-ші амал бізде осы 27 бетті 0,3-ке бөлеміз. Сонда жалпы 90 бет шығады екен. Жауабы 90 бет бар. Келесі 37-ші есепте теңдеуді шешіңдер дейді. Біріншісінде 1 бөлінген x қосылған 1 бөлінген 1,3-тен 2x тең 5-тен 2. Енді бұл жерде мынау аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырған кезде бүтінге көбейтіп алымға қосамыз. Сонда 3-тен 5x болады, е. Енді бұл жерде 3 алымға көтеріліп кетеді, 3 бөлінген 5x қалады. Енді ортақ бөлім береміз. Барлығына ортақ бөлім 5x болады. X-тің ортақ бөлімі 5, 5-ке x-тан береміз. Сонда 5 қосу 3 тең 2x. Яғни бөлімдері бірдей болғандықтан тастап кеттік рационал теңдеулерге ұқсатып. Сонда 8-ді 2-ге бөлеміз, 4 деген жауап шығады. Екіншісінде 2 бөлінген 1,5-тен 1x қосылған 1 бөлінген x тең 2-ден 1. Бұл жерде 1,5-тен 1 аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Ол үшін бөлшектің бөлімінде тұрған санды бүтінге көбейтіп алымына қосамыз. Сонда 6-тан 5x болады. Енді бұл жерде ортақ бөлім 6 болады барлығына. Сонда 10 қосу 6 тең 3x болады. 16 тең 3x. X-ті табу үшін 16-ны 3-ке бөлеміз. Сонда жауабы 5,3-тен 1. Бұл есепте таң басында бір жерінде қандайда бір қате кеткен. Себебі қалай шығарсақ та осы мән шығады. Келесі үшіншісінде 4 бөлінген 1,3-тен 1x минус 1 бөлінген 2x тең 0,7.
1/3-тен 1-ді бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 3-тен 4х болады, е? 1 бөлінген 2х өз жазылады, 0,7 өз жазылады. Енді 3 алымға көтеріліп кетеді, 4-тің қасына көбейту болады. Сонда 12 бөлінген 4х болады. 4 пен 12-ні қысқартып жібереміз. Сонда бізде 3 бөлінген х қалады. Азайту 1 бөлінген 2х тең 0,7 дегеніміз 10-нан 7 ғой. Енді ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім бізде 10 болады. Сонда 30 азайтылған 5 тең 25 болады. 25-ті 7-ге бөлеміз. Сонда х шығады. Х-тің мәні бізде 3,7-ден 4 болады. Ал егер есептің берілгенде дәл ортасында плюс болатын болса, бізде 35 шығатын еді. 35-ті 7-ге бөлсек 5 деген жауап қалады. Келесі 38-ші есепте Елдос 4 саны ойлады. Ол ойлаған сандардың қатынасы 2, 3, 5, 8 қатынасындай. Бірінші сан мен үшінші санның қосындысы 84-ке тең. Елдос ойлаған сандарды табыңдар дейді. Оны біз А, Б, С деп белгілеге 4 санды. Белгісіз ғой себебі төртеуде. Енді бұл жердегі бірінші сан менен үшінші санның қосындысы бізде 84 деп тұр, е? Ол 2 және 5 қой. Сол себепті 2х және 5х деп алдым да, екеуінің қосындысын 84-ке теңестірдім. Ал х-ті табу үшін 84-ті 7-ге бөлдік. Сонда 12 шығады. Бізде бірінші сан 12-ні 2-ге көбейтеміз 24, екінші сан 12-ні 3-ге көбейтеміз 36, үшінші сан 12-ні 5-ге көбейтеміз 60, және төртінші саны 12-ні 8-ге көбейтеміз 96 болады. Сонда жауабы бізде 24, 36, 60, 96 деген сандар екен. 39-ші есепте шаруашылық бірлестігі жерінің 20%-ын мал жайылымына қалдырып, қалған жерге бидай және бақша өнімдерін екті дейді. Бидай еккен жер ауданының бақша өнімдерін еккен жер ауданына қатынасы 5 бөлінген 3 қатынасындай. Бақша өнімдерін еккен жер ауданы бидай еккен жер ауданынан 14 гектарға кем. Шаруашылық бірлестігі жерінің ауданы неше гектар екенін табуымыз керек. Енді жалпы барлығы қанша гектар екенін табу керек қой, бұл жерде сұрақ. 100%-дан 20% алып тастаймыз. Сонда 80% қалады, е? Неге 20% алып тастадық? Өйткені 20% олар мал жайылымына қалдырып отырды, ал қалған 80%-ны бидай және бақша өнімдеріне егіп отыр, е? Бидай мен бақшаның қатынасы 5 бөлінген 3 қатынасында, яғни 5 пен 3-ті қосып 80-ге теңестіреміз. Сонда 80-ді 8-ге бөлетін болсақ 10, 10-ды 5-ге және 3-ге көбейтеміз. Ол жерде 50 және 30 болады. Енді есептің шарты бойынша бақша өнімдерін еккен жер ауданы бидай еккен жер ауданынан 14 гектарға кем деп тұр, яғни 5-тен 3-ті азайтамыз да 14-ге теңестіреміз. Сонда 14-ті 2-ге бөлеміз 7 шығады. Бұл жерде 10 менен 7-ні көбейтеміз, сонда 70 гектар болады екен. Жауабы барлық жер, яғни шаруашылық бірлестік жерінің ауданы бізде 70 гектар екен. Келесі 40-ші есепте туристер межелеген жерге 3 күнде жетті. Олардың 3 күнде жүрген жолдарының қатынасы 6 бөлінген 5,6 және 4,4 қатынасындай. Туристер бірінші күні 3-ші күнге қарағанда 64 км артық жүрді дейді. Туристер 3 күнде неше километр қашықтықты жүрді? Енді бұл жерде 6х-тен 4,4х-ті азайтып тастаймыз. Өйткені бірінші күн және 3-ші күнге қарағанда 64 км артық жүрді деп тұр, е? Енді 6х-тен 4,4-ті азайтсақ 1,6, х-ті табу үшін 64-ті 1,6-ға бөлеміз, сонда 40 км болады. Бұл 40 км дегеніміз бір бөлігі, яғни олардың жүрген жолының бір бөлігі болып тұр. Енді осы 40-ті әр қайсына көбейтіп шығамыз. 6-ға көбейтсек 240, 5,6-ға көбейтсек 224 және 4,4-ге көбейтсек 176 километр екен. Осы қашықтықтардың барлығын қоссақ 640 километр болады. Жауабы туристер 3 күнде жалпы 640 километр жол жүрген екен. Келесі 41-ші есепте 3 бұрыштың периметрі 51 см. Оның бірінші қабырғасы ұзындығының екінші қабырғасы ұзындығына қатынасы 1 бөлінген 2 қатынасында дейді. Екінші қабырғасы ұзындығының үшінші қабырғасының ұзындығына қатынасы 3 бөлінген 4 қатынасындай. 3 бұрыштың қабырғаларының ұзындығын табыңдар дейді. Енді бұл жерде
сұрақ кішкене түсініксіз болып тұрған болуы мүмкін сендерге. Бізде жалпы үшбұрыштың периметрінің формуласы А қосылған Б қосылған С, яғни үш қабырғасын қосамыз деген сөз. Бұл жерде бірінші қабырға, екінші қабырға қатынасы 1/2 ғой. Және екінші қабырғаның үшінші қабырғаға қатынасы 3/4 деп тұр. Бұл жерде екінші қабырғада 2 өлшем тұрды, 2 және 3 деген. Есепте өзі нұсқаулық көрсетіліп тұр, Үшбұрыштың екінші қабырғасына бірінші қатынаста 2 бөлік, ал екінші қатынаста 3 бөлік сәйкес дейді. Үшбұрыштың екінші қабырғасының екі қатынастағы бөлік санын біз бірдей етуіміз керек. Ол үшін осы 2 мен 3-тің ең кіші ортақ еселігін табамыз. Ол 6, Бұл жерде былай ғой, мысалы үшбұрыш берілген болсын делге, оның бірінші қабырғасы x тек, яғни 1 қатынасы, екінші қабырғасы 2-ге және 3-ге бөлініп тұрды, 2x және 3x. Осының екінші қабырғасын біз біріктіріп 6-ға шығарып жатырмызды, ең кіші ортақ еселігін табу арқылы. Енді бізде бірінші қатынас 1/2, сол бойынша 6-ны 2-ге бөліп 3-ті аламыз. Сонда 1/2-ні біз алымында бөлімінде 3-ге көбейту арқылы 3/6 қатынасты алдық. Ал екіншісінде 3/4 қатынасты 2-ге көбейту арқылы 6/8 қатынасты алдық. Енді бұл жерде екінші қабырғаға 6 деген бірдей болып тұр. Сонда бізде жалпы қатынас 3/6/8 болып тұр. Біз екі қатынасты біріктіріп жібердік. Енді осылардың қосындысын 51-ге теңестіреміз де, ары қарай теңдеуді шығарамыз. Үшеуінің қосындысы 17-ге тең болады. X-ті табу үшін 51-ді 17-ге бөлеміз, сонда 3 болады. Ал әрбір қабырғасының ұзындығы қанша екен табу үшін, X-тің орнына 3-ті қойып көбейтіп шығамыз. 3-ке 3-ті көбейтсек 9 см ол бірінші қабырғаның өлшем бірлігі, 6-ға 3-ті көбейтеміз 18 болады екінші қабырғаның өлшем бірлігі, және 8-ді 3-ке көбейтеміз 24 үшінші қабырғаның өлшем бірлігі болады. Сонда 9, 18 және 24 см екен. Келесі 42-ші есепте 3 дүкенге көкөніс әкелінді. Бірінші дүкенге әкелінген көкөніс массасының екінші дүкенге әкелінген көкөніс массасына қатынасы 2/3 қатынасындай. Ал екінші дүкенге әкелінген көкөніс массасының үшінші дүкенге әкелінген көкөніс массасына қатынасы 5/7. Бірінші дүкенге әкелінген көкөніс массасы үшінші дүкенге әкелінген көкөніс массасынан 770 грамм кем. Жалпы 3 дүкенге неше тонна көкөніс алып келінді дейді. Тура алдыңғы 41-ші есептегі сияқты екінші дүкенде 2 бөлік беріліп тұрда, 3 және 5. Екеуінің ортақ еселігін табамыз. Ең кіші ортақ еселігіне ол 15 болады. Сонда бізде бірінші қатынасымыз 10/15, екінші қатынасымыз 15/21 болып өзгереді. Жалпы қатынасымыз 10/15/21 болады. Бұл жерде 21-ден 10-ды азайтып тастаймыз. Неліктен? Өйткені үшінші дүкен мен бірінші дүкеннің арасындағы айырмашылық бізде 11 болып тұр, себебі ол 770 килограмм кем деп тұр. Сол себепті біз азайттық. Енді 770-ті осы 11-ге бөлеміз, сонда 70 шығады. Мынау 10, 15, 21 үшеуін қосатын болсақ 46 болады. 70-ті 46-ға көбейтеміз. Сонда 3220 килограмм болады. Бұл дегеніміз 3,122 тонна екен. Келесі 43-ші есепте Шолпан, Дина және Жанат бақтан 177 алма терді дейді. Терген алмаларын әрбір үймеге Шолпан 3 алмадан, Дина 4 алмадан бөлгенде үймелер саны бірдей болды. Терген алмаларын әрбір үймеге Дина 5 алмадан, Жанат 6 алмадан бөлгенде үймелер саны бірдей болды. Шолпан неше алма терді, Дина неше алма терді және Жанат неше алма терді. Бұл жерде де бөліктеріміз Дина 2 түрлі беріп тұрды, 4 және 5 бөлік деп. Сонда біздің қатынастарымыз 15/20 және 20/24 болып өзгереді. Себебі 4 пен 5-ке ең кіші ортақ еселік 20. Бұл жерде Шынар, Дина, Жанат үшеуінің алмасын жалпы қосқанда 177 ғой. 15, 20, 24-ті қосатын болсақ 59 болады.
Сонда 177-ні 59-ға бөлетін болсақ, бізде 3 шығады. Енді Шолпан қанша алма тергенін табу үшін 15-ті 3-ке көбейтеміз, сонда 45 алма болады. Динаның терген алмасы бізде 20, 20-ны 3-ке көбейтеміз, 60 алма болады. Және Жанаттың терген алмасы 24-ті 3-ке көбейтеміз, 72 алма болады. Жауабы 45 алма, 60 және 72 алма екен. Келесі 44-ші есепте қауын, қарбыз және асқабақтың массасы 19 кг. Қарбыз қауыннан 4 кг ауыр. Қауын мен асқабақтың массаларының қатынасы 2 бөлінген 1 қатынасындай. Сұрақ әрқайсысының массаларын табыңдар жеке-жеке. Үшеуінің жалпы қосындысы бізде 19 кг болсын. Қауынды x деп белгілейік. Қарбыз одан 4 кг ауыр. Сонда x-ке 4-ті қосамыз деген сөз. Ал қауынның асқабаққа қатынасы 2 бөлінген 1 ғой. Демек, x-ті 2-ке бөлеміз. Яғни қауынды 2-ке бөлсек, асқабақтың массасы шығады. Енді әрқайсының массасын жеке-жеке табамыз. Ол үшін не істейміз? Осы үшеуін барлығын қосып 19-ға теңестіреміз. Ортақ бөлім береміз, барлығына 2 болады. 2x қосу 2x қосу 2 мен 4 көбейтіліп 8, қосылған x тең 19 бен 2 көбейтіліп 38 болады. x-тарымыздың барлығын қосатын болсақ 5x болады. Ал 8 38-дің қасына азайтуға өтеді, 30 болады. X-ті табу үшін 30-ды 5-ке бөлеміз, сонда 6. Енді әрқайсының массасын табу үшін X-қың орнына осы 6-ны қойып шығамыз. Демек, қауынның массасы 6 кг екен. Қарбыздың массасы одан 4 кг ауыр, демек 10 кг. Ал асқабақтың массасы қауынның жартысына тең, яғни 6-ны 2-ке бөлеміз, 3 кг. Жауабы 6, 10, 3 кг екен. Келесі 45-ші есепте қаладағы ұзындығы 164 км жолды жөндеуге жұмысшылардың 3 бригадасы қатысты дейді. Бірінші бригадада 7 жұмысшы бар, олар 4 күн жұмыс істеді. Яғни 7 жұмысшыны 4-ке көбейтеміз, сонда 28 болады, жалпы жұмыс өнімділігі. Екінші бригадада 6 жұмысшы бар, олар 5 күн жұмыс істеді, яғни 30. Үшінші бригадада 8 жұмысшы бар, олар 3 күн жұмыс істеді, 24 болады. Енді осы үшеуін қосамыз, қоссақ 82 болады. 164 82-ке бөлеміз 2. Енді сұрақ бойынша бригадалардың әрқайсысы неше километр жолды жөндеді дейді. Ол үшін не істейміз? Осы 28-ді, 30-ды, 24-ді 2-ке көбейтіп шығамыз. 28-ді 2-ке көбейтсек 56 км, 30-ді 2-ке көбейтсек 60, 24-ді 2-ке көбейтсек 48 км екен. Жауабы 56, 60 және 48 км жол жөнделген. 46-ші есепте берілген амалдарды орындап мәнін табуымыз керек. Біріншісінде 6,6 көбейтілген 1,6 бөлінген 1,32 ғой. 1,32 дегеніміз 132-ні 100-ге бөлеміз деген сөз. Ол көбейтуге алмастырған кезде алымен бөлім ауысып түседі, 132-ден 100 болып ауысады. Ал 6,11-ден 2-ні біз бұрыс бөлшекке айналдырамыз, сонда 11-ден 68 болады, 5,5 өсіп тұра береді. Бөлу 17 дегеніміз 1 бөлінген 17 деп алмастырамыз көбейтуге ауыстырған кезде. Енді мұнда үтірлімен беріліп тұрған сандардың үтірлерін тастаймызды. Бөлшектің бөлімінде тұрған 17 мен 11 алымға көтеріліп кетеді, ал алымда тұрған 100-ның астындағы 32 бөлшектің бөліміне түсіп кетеді. Және мына жерде үтірлерден құтылу үшін біз 10-ға бөлдік қой барлығын. Сонда 10 бөлшектің бөліміне түсіп кетеді. Енді бұл жерде қысқартамыз. 66 мен 55-ті 11-ге қысқартсақ 5 пен 6 қалады. 68 мен 17-ні 17-ге қысқартамыз, 4 қалады. 100 пен 10-ды қысқартамыз, 10 болады. Арқарай 132 менен 11-ді қысқартамыз, сонда 1 және 12 қалады. Енді осы жерде қалған сандарды жазып шығайық, сосын қысқаратын тағы да қысқартамыз. Бұл жерде қалған сандар 6, 16, 10 қалды, алымында қалғаны бірлер жазылмайды, ал бөлімінде 4, 5, 12 қалды. Енді осы жерден 16 мен 4-ті қысқарып тастаймыз, 4-ке 1 қалады.
4 пен 12 қысқарып тастаймыз, 3 қалады. 6 мен 3 қысқарып 2 қалады. 10 мен 5 қысқарып тағы 2 қалады. Сонда бөлшектің бөлімінде тек 1 қалды ғой. Бірлер жазылмайды, ал мұндағы 2 мен 2 көбейтіліп 4 болады. Екіншісінде 11,1 дегеніміз осы 111-ді 10-ға бөлгенге тең болады, дұрыс па? Ал бөлу 3 дегеніміз көбейтуге айналдырған кезде алым мен бөлім орын ауысып түседі, 3-те 1 болады. Одан азайтамыз 2,6-дан 1. Енді көбейтуге айналдырған кезде 1,21-ден 2 бізде 23-тен 21 болып орын ауысып кетеді. Алым мен бөлімі. Бөлшектің бөлімінде 3,6-дан 5 қосылған 1,5 дегеніміз 1,2-ден 1 көбейтеміз 4-тен 3. Енді мұндағы 111 менен 3-ті қысқарт жереміз, сонда 37 бөлінген 10 деген сан қалады. Одан азайтамыз 2,6-дан 1-ді бұрыс бөлшекке айналдырсақ 6-дан 13 болады. Көбейтеміз 23-тен 21-ге. Бөлшектің бөлімінде сандарды бұрыс бөлшекке айналдырамыз, 6-дан 23 және 2-ден 3 болады. Көбейтеміз 4-тен 3-ге. Бірінші азайтуды орындаймыз, ортақ бөлім береміз, екеуіне ортақ бөлім 30 болады. Сонда 10-ға 3-тен 6-ға 5-тен береміз. Бөлшектің алымындағы азайту, яғни жақшаның ішіндегі амалды орындайтын болсақ, бізде 15-тен 23 деген сан қалады. Оны көбейтеміз 23-тен 21-ге. Ал бөлшектің бөліміндегі жақшаның ішінен 32 бөлінген 6 деген сан қалады. Бұл жерде де ортақ бөлім 6 болады ғой. Оны көбейтеміз 4-тен 3-ге. Одан кейін қысқартып тастаймыз, алымындағы 23-тер кетеді, ал 15 пен 21-ді 3-ке қысқартсақ 7 бөлінген 5 қалады. Ал бөлшектің бөлімінде 32 мен 4 қысқарып 8 қалады, 6 мен 3 қысқарып 2 қалады. Бұл дегеніміз көбейтуге алмастырған кезде 7 бөлінген 5 тұра береді, 8 бөлінген 2 орын ауысып түсіп, екеуі көбейтіліп 14-тен 40 болады. Ал 14 пен 40-ты 2-ге бөлсек 20-дан 7 болады. Видеоның соңына дейін көріп тамашалағандарың үшін рахмет. Мен каналыма тіркеліп лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңдар.